Ақшасын жіберді, 900 мың теңгені сонымен болды, қалды ғой. Не машина жоқ, не ақшасы жоқ. Бір күні белгісіз адам WhatsApp арқылы байланысқа шығып, фотоларын жіберуді сұрады. Ол кезде мен скриншотта жасалған фотосуреттерді жаңадан хабарландыруды қоюды білген жоқпын. Суреттерді WhatsApp арқылы жібердім, кейін белгілі болғандай жаңағы алаяқ біздің суреттерді алып, қайтадан біздің машинаны хабарландыруға қойған колеса платформасына. Бірақ бағасын 900 мың деп қойған. Нарықта бағасы аз болғандықтан көптеген хабарландырулар болып, жаңағы кісіге ол адамдарды бізге жібере бастады. Маған жіберіп, өзін автоподборщик қылдырып таныстырды. Жәбірленуші машинаны қарап, оған ұнады. Сонан кейін машинаны алам деп бізге жаңағы задатығын жібердім деп айтты. Кімге жібердік десең, жаңағы автоподборщикқа жіберген белгілі болды. Автоподборщик ақша жіберген соң байланысқа шықпай қойды. Ақшаны дроперға аударды деп ойлаймын, себебі Каспи перевод уже болған жоқ, удаленный болады. Ақшаны себебі дроперға жіберіп, өзі шешіп алған деп ойлаймыз. Бізге өзін автоподборщик ретінде таныстырды, сатып алушы жігітке біздің өзімнің танысым ретінде таныстырған. Нәтижесінде алаяқ бізді де, сатып алушы жігітті де екі жақтан да алдап кеткен. Сатып алушы жігіт бізден кейін полиция қызметкерлерін шақырып арыз жазған. Ақшасын жіберді, 900 мың теңгені сонымен болды, қалды ғой. Не машина жоқ, не ақшасы жоқ. Осы жағдайды пайдалана отырып, өз басымнан өткен соң айтарым, OLX колеса платформасында қазір өте көп алаяқтар, содан сақ болыңыздар деп айтамын.